Сәлем достар, бүгін біз голубцы жасайтын боламыз. Ол үшін капустаны ортасын пышақпен ойып аламыз да микроволновкаға салып аламыз. Маған осы тәсіл қатты ұнайды, өйткені суға қайнатып әлек болмайсың. Міне алғаннан кейін капустаның жапырақтары осылай оңай алынады. Оп-оңай осылай алынады. Енді салмасына 100 грамм қайнатылған күрішті саламыз. Қалауымызша тұз, бұрышын саламыз. Зажарка қайнатып, осылай қуырып, әдемі қылып. Оны да жаңағы салмамызға салып жібереміз фаршқа. Осылай орап шығамыз. Достар, менің каналымдағы рецепттер сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп алуыңызға кеңес беремін. Алда тағы да неше түрлі рецепттер салатын боламын. Міне жапырақтарын осылай екі бөлікке бөліп, ортасындағы қатты жерін алып тастаймыз. Барлық жапырақтармен осылай жасап шығамыз. Қатты жерлері бізге голубцыларымызды орауға кедергі береді. Сол себепті ол жерлері керек емес, біздер алып тастаймыз. Ал мынандай кішкентай шет жақтары кішкентай түрлерін тек ортасындағы қатты жерін қырқып алып тастаймыз. Оны ортасынан бөлмейміз, өйткені кішкентай голубцы шығады ондай неден, жапырақтардан. Барлығын істеп шығамыз осылай. Мінекей. Енді барлық жапырақтардың ішіне салмасын салып, голубцыларды форма келтіріп, голубцы жасаймыз. Орап шығамыз міне. Асықпай орап шығамыз. Кішкентай түрін көрсетейін, қалай жасағанымды. Осылай ораймыз. Осы жолғы 40 штук шықты, міне осындай әдемі. Бұны құрғақ кастрюлемізге барлық голубцыларды орналастырып шығамыз. Үстінен ыстық су құямыз. Қазір газға қойғанды. Кастрюлеміз құрғақ, ешқандай май, ештеңе жоқ, су жоқ. Міне осылай газға қойдық. Үстінен ыстық су құйдық. Енді зажарка дайындаймыз. Помидор, жуа, сәбізді осылай майға қуырып, үстінен жаңағы голубцыларымыздың үстіне құямыз. Мінекей. Осы жолы осылай істеп көрдім. Дәмі өте керемет, нежный болып, күшті, сочный болып шықты. Үстіне ыстық су құйып, 40 минутқа газға қоямыз. Міне бізде осындай балғын, өте дәмді голубцылар дайын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Жансая. Сау болыңыздар.